Құқықтық ережелері. Ұлы жасақ, яса, мемлекеттің басты заңы. Ол Шыңғысханның нақыл сөздерінен әскери және азаматтық заңдардан тұрады. 1206 жылы құрылтайда қабылданып, 1225 жылы бекітілген болатын. Заңды бұзған хан ұрпақтары да қатаң жазаға тартылған. Ұлы жасақ көшпелі өмір ережелерін жасады. Уақыт өте келе моңғолдардың бір бөлігі исламды қабылдап шариғат заңдарына бағынды. Енді Шыңғысханның біліктері. Шыңғысханның нақыл сөздері біліктердің кейбіреулері сақталған болатын. Енді осы біліктерде сот жүргізу тәртібі белгіленген. Олар арнайы оқытылды. Сонда Шыңғысхан ұрпақтары мен әскери ақсүйектер жылына 2 рет Шыңғысхан біліктерін келіп тыңдауға тиіс болған екен. Тағы бір осы тұста қосып кететініміз, Шыңғысханның жердегі империяны басқаруы көктің қалауы екендігі идея ұлы моңғол мемлекетінің ресми идеологиясына айналды. Шыңғысханның барлық мұрагерлерінің қызметі осы идеологияға негізделген. Бұл ақпарат экранда жоқ, мұқият тыңдаңыздар. Келесі, қоғамдық құрылысына тоқталайық. Қоғамдық құрылымы. Мемлекет 3 әскери әкімшілік аймаққа бөлінді. Міне көріп тұрсыздар, иә? Бірінші Барунғар, оң қанат, Кул, орталық қанат, Жоңғар, сол қанат. Одан кейін хан. Хан ол жоғарғы билік. Шыңғысханның алтын әулетінде мұрагерлікпен қабылданған болатын. Бұл атағына ерекше құқық алғашқы 4 ұлы Жошы, Шағатай, Өгедей, Төлемен және оның ұрпақтарына ғана берілген болатын. Одан кейін құрылтай. Құрылтай жасақ заңы бойынша өкімет билігінің жоғарғы органы. Маңызды мәселелерді Шыңғысханның ұрпақтары мен ақсүйектер жиналысында осы құрылтайда шешіп отырған. Құрылтайда алтын әулеттің кез келген лайықты өкілі хан болып сайлана алатын. Келесі, ұлыс. Ұлыстан бұрын түмен бар екен, жақсы, ұлысты айтып кетейік. Ұлыс. Шыңғысханның ұлдары мен туыстарына берілетін белгілі бір аумақ, жұрт пен ондағы тұрғындары ел беріледі. Мұндай үлестер ұлыс деп аталады. Бұл ереже Шыңғысханның алғашқы мұрагерлері кезінде ғана сақталған болатын. Ұлыс Шыңғысханның алғашқы мұрагерлері кезінде сақталды. Ұмытпаңыздар, ұлыс. Одан кейін түмен. Мемлекет бір тұтас болды. Бірақ аймақ 10 000 адамнан тұратын түмендерге, ал түмендер мыңдықтарға, сосын жүздіктерге, ондықтарға бөлінді. Сонда мемлекетте түмендерден тыс қалған адам болған жоқ. Мемлекетте түмендерден тыс қалып қойған адам болған жоқ. Келесі, тархандар. Осы бір ерекшелігі тархандардың. Тархандардың жасаған қателіктеріне, қылмыстарына 9-шы рет қылмыс қайталанатын болса, сол кезде ғана жазаға тартылған екен. Сонда тархандардың 9 рет жасаған қылмысы, 8 рет жасаған қылмысы кешіріледі, 9-шы қылмысы үшін жазаға тартылады екен. Бұл тархандардың бір үлкен ерекшелігі. Тархан империядағы әскери ақсүйектер. Олар алым салықтан босатылды. Ұлы жасаққа қатысты. Және тархандар құқықтық тұрғыдан Шыңғысханның ұрпақтарынан да жоғары тұрған. Қайталаймын. Тархандар құқықтық тұрғыдан Шыңғысханның ұрпақтарынан да жоғары тұрған. Міне 2 үлкен ерекшелігін атап көрсеттім. Келесі, сіздер экраннан суретті көріп тұрсыздар, Бұл қабырға бұзатын немесе от лақтырғыш қарулары. Бұл қалай келді? Бұл жайлы тоқталайық. Сол кезеңге сай әскери техникасы қабырға бұзатын және от лақтыратын қарулары моңғолдарда болды. 1211 мен 1215 жылдары
солтүстік Қытайдағы Цзин мемлекетін бағындырғаннан кейін пайда болды. Демек, солтүстік Қытайдан осы олжамен келген болатын, осындай қарумен келген болатын, осындай олжалы қайтқан еді. Бүкіл империяда тағы бір осы ерекшелікті айтамыз. Осы Моңғол империясында бектер жүйесі енгізілді. Бұл бектерде хабар жеткізушілер аттарын жылдам ауыстыра алатын. Шыңғысханға дейін еш жерде жылдам хабар жеткізушілердің мұндай түрі болған емес. Бұл ақпарат экранда жоқ. Қайталаймын, Шыңғысханға дейін еш жерде жылдам хабар жеткізушілердің жылдам түрі болған жоқ. Себебі бектерде хабар жеткізушілер аттарын жылдам ауыстыра алды. Одан бөлек дінге қысымшылық жасалған жоқ. Дінге қысымшылық жасамау моңғолдардың басып алған жерде ұзақ уақыт жүзеге асырған, жүргізген саясатының басым бағыты болды. Және Шыңғысхан ғалымдарды бағалады, керемет бағалады. Өзінің және ақсүйектер балаларының білім алуларына, үлкен табыстарға жетуіне жағдай жасады. Сол себептен де ғалымдарды керемет бағалаған болатын Шыңғысхан. Экранға мұқият көңіл бөліңіз. Бұл жерде не айтылады? Моңғол империясы әскери әкімшілік жүйе, иерархиялық үлестік жүйе, елдерді өзіне бағындыру идеясы тәрізді Түрік империясының белгілерін қабылдады. Оларға қатаң сотты-құқықтық жүйе, басқыншылықты идеологиялық негіздеу мен жоғарғы биліктің ерекше тұжырымдамасы қосылды. Міне осы ақпаратты біліңіздер. Енді келесі сабақта білетіндеріңіз ол Қазақстан аумағын жаулап алуы.